Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осылай болып әдемі жұмсақ дәмді болып пісетін сметанник пирогының рецептісін ұсынамын. Алдымен негізгі бөлігін дайындап аламыз. Ол үшін бізге қажетті ингредиенттер: 120 грамм секер, 120 грамм сары май немесе маргарин, 250 грамм ұн және де 1 шай қасық қопсытқыш. Барлығын араластырып, үгітілмелі қамыр дайындап аламыз. Дайын болған соң үстіне бір жұмыртқа қосып, жабыстырып илеп аламыз. Ең алдымен секер, сары майымызды үгіткен кезде крошка болып шығу қажет. Одан кейін осылай жұмыртқаның көмегімен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын болған соң оны тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Тоңазытқышта тұрған кезде салмасын дайындап аламыз. Оған қажетті ингредиенттер: қаймақ 320 грамм, 200 грамм қант, 1 жұмыртқа және 20 грамм ұн. Барлығын жақсылап араластырамыз. Қамырымыз 30 минут тоңазытқышта тұрып болғаннан соң осылай формаға салып аламыз. Противинге міндетті түрде астына пергамент қағазын төсеуді ұмытпаңыздар. Менде противиннің диаметрі 28 сантиметрлік. Өздеріңізде қандай бар, 26-лық болса да сала берсеңіздер болады. Диаметріне қарай биіктігі әртүрлі болып шығады. Енді осылай салып алғаннан соң, мінекей қарап алыңыздар, өте керемет болып салынды. Енді осыдан соң жаңа дайындаған салмамызды ішіне құямыз. Осылай құйғаннан соң 180 градуста жарты сағат 30 минут пешке пісіріп аламыз.